Сәлем достар, сәлем Қазақстан. Бүгін студияда өте ыстық болады. Өйткені бұл батыл болшауы. Жүргізуші мен Раяна, менің әріптесім Ақбота, әпке, әпше. Сәлем Раяна, сәлем көрермендер. Раяна, сен бүгін тым белсенді болып тұрсың. Демек біздің қатысушылар да белсенді болу керек қой, е? Әрине, қорқақтарға бізде орын жоқ. Бүгін бізде екі команда. Нағыз егіршегі жолбарыстар мен амазонкалар. Қане дауыстар естиік. Ал Раяна, ойынды бастамас бұрын біздің жолбарыстар тобымызды ортаға шақырайық. Тамаша, және де біздің келесі тобымыз қайсар қыздарымыз амазонкалар. Ал амазонкалар қалдарың қалай? Жақсы. Ал жолбарыстар, сендер қалайсыңдар? Жақсы. Ал Раяна, бүгінгі ойында амазонкалар жеңеді деп ойлайсың ба, әлде жолбарыстар ма? Амазонкалар, әрине. Ал мен жолбарыстар жеңеді деп ойлаймын. Онда топтардан сұрап көрейік. Ал амазонкалар, бүгінгі ойында кім жеңеді деп ойлайсыңдар? Біз жеңеміз. Жақсы. Ал жолбарыстар, сендер бүгінгі ойында кім жеңеді деп ойлайсыңдар? Жолбарыстар. Ал Раяна, ойынымызды бастамас бұрын балалардың білім деңгейін тексеріп көрейік. Бізде сұрақ жауап, ал алғашқы сұрақ: жаңбыр жауып тұрғанда адамның шашы неге су болмайды? Жолбарыстар тобы жауап бере салсын. Өйткені ол адамда зонтик болады. Аха. Жарайсың. Амазонкалар тобы қалай ойлайсыздар? Өйткені ол адам тақырбас. Сендер қалай ойлайсыңдар? Себебі ол адам үйінде отыр. Білмеймін, үйде ұйықтап жатқан шығар. Себебі ол кісі далада жүрген жоқ. Білмеймін. Жақсы, біздің дұрыс жауабымыз: өйткені ол адамның қолында қолшатыр болады. Яғни жолбарыстар тобы дұрыс жауабын тапты. Біздің келесі сұрақ: көзі бар көрмейді, құлағы бар бірақ естімейді. Ол не? Қуыршақ. Айзере, сен қалай ойлайсың? Қуыршақ. Жақсы, жолбарыстар? Соқыр адам. Аха. Білмеймін. Мен апам. Ал жолбарыстар, айбындарыңды көрсетіңдер, ұрандарың қалай еді? Білекке сенген жасымас, жолбарыстар ешқашан басымас. Ал амазонкалар, сендердің сұлулықтарының артында қандай күш бар? Көрсетіңдер. Сұлулық пен батылдық біздің топта татулық. Ал олай болса, біз өз ойынымызды бастаймыз. Ал олай болса, біздің келесі ойынымыз су асты мергені. Раяна, ойын шартын түсіндіріп бер. Сендердің алдарыңда су толы аквариум тұр. Оның ішіне кіп-кішкентай стакан тұр. Сендер бұның ішіне жұмыртқаны салуларың керек. Ақбота апай, сіздіңше бұл оңай ма? Менің ойымша, судың толқыны жұмыртқаны стаканға дөп түсірмейді. Соны айтам, кімнің көзі өткір, кімнің қолы дірілдемейді. Соны тексерейік. Ойынымызды бастамас бұрын екі топтың капитан командаларын ортаға шақырып, ойынды кім бастайтынын анықтап алайық. Жолбарыс тобының капитаны және де амазонка тобының капитаны. Ойынымызды кім бастайтынын қағаз қайшы ойын арқылы анықтаймыз. Ал бастаңдар. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ал біздің алғашқы су асты мерген ойынын жолбарыс тобы бастайды. Кеттік!
Жолбарыстар тобы дайынсыңдар ма? Әрине! Айтпақшы, айтайын. Егер сендер жеңіліп қалсаңдар, 20 рет отжимание жасайсыңдар. Бастаймыз! Бес жұмыртқадан тек бір жұмыртқа мақсатына жетті. Ал енді кезекті амазонкаларға берейік. Келіңдер. Ал амазонкалар дайынсыңдар ма? Айтып қояйын, сендер егер де ұтылып қалсаңдар, 20 рет отырып тұрасыңдар. Бастаймыз. Бестен 2 жұмыртқасы мақсатына жетті. Дайынсыңдар ма? Кеттік! Бізде келесі ойын оқтан қашқан батыр Раяна ойын шартын түсіндіріп жібер. Келесі сынақ матрица фильміндей болмақ. Сендер оқтан қашқан Нео сияқты болуларың керек. Біздің ойын шартымыз балалар доптың астына отырады, доп тоқтамай теңселіп тұрады. Мақсатымыз балалардың басына доп тиіп кетпеу керек. Раяна, қалай ойлайсың, бұл қауіпті емес пе? Қорықпаңыз, оның құлағы мен командасы бар. Оның командасы тек артқа, алға, оңға, солға деп отырса болды. Ол аман отырады. Ал олай болса, ойынды бастайық. Кеттік па? Ал достар, бастаймыз ба? Бастаңдар! Солға! 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 Солға!
жолбарыс тобы ойынды жақсы аяқтады, жақсы таяқ жеді, қыздар да жақсы ұрды. Ал балалар, ойын қалай? Жақсы. Ойдағыдай болды. Ойдағыдай болды. Басымыз әлі ауырды. Содан бері. Жақсы. Жалпы бұл ойынның мақсаты балалардың командамен жұмысын жақсарту, және де іштегі интуицияның сезуін жақсарту. Доп сендерге кішкентай болып көрінді ма, әлде дәу болып көрінді ма? Бізге дәу болып көрінді, сол дәу болғаннан басымызға тиген кезде жаман ауырды. Мен көзім байланып тұрған кезде доп дәу деп сездім. Білмеймін, басым әлі ауырып отыр. Мынандай басым ауырып кетті. Дәу болды. Егер де сендер де осылайынан ойынға қатысып, өз бақтарың сынап көргілерің келсе, біздің ойынға қатыссаңдар болады. Біздің кезекті ойын қашып үлгер ойыны. Сендердің арттарыңнан қорқынышты маска киген адам жүреді. Ұстап алса аямайды. Ал алдарыңда құлттанып тұрған есік тұрады. Кілті міне. Сендер бұл кілттің біреуін алып, есікті ашып, ішіне кіріп, жауып алуларың керек. Сендер өздеріңді аман алып қала аласыңдар. Бұл өте қауіпті және жылдамдықты талап ететін ойын. Раяна, сен қорықпайсың ба? Мен тек жеңіліп қалудан қорқамын. Ал олай болса, балалар дайынсыңдар ма? Кеттік! Вау, бұл нағыз шоу болды. Менің жүрегім мәлі соғып тұр. Достар, сендер кереметсіңдер. Менің ойымша бұл ойын жақсы өтті. Ұлдар командасы да, қыздар командасы да жеңген жоқ. Ойын 1-1 болды, яғни тең болды. Де өздеріңіз көріп отырғандай, бұл ойында саспай, қауіп төнген кезде аккуратно жұмыс жасасан, есікті ашуға болар еді, бірақ балалар қорыққаннан барлығы бірдей саспай жұмыс жасай алмады, сасқалақтап қалды. Соның арқасында 1-1 болды.
Амазонкалар мен жолбарыстар тобы сендерге ойын ұнады ма? Олай болса, келесі ойынға көшеміз. Ал біздің кезекті ойынымыз қазақтың ұлттық ойыны арқан тартыс. О, менің ең сүйікті ойыным арқан тартыс. Бірақ бізде бәрі ерекше. Қане балалар, дайынсыңдар ма? Кеттік! Бір, екі, үш, кеттік! О, амазонкалар жеңіп бара жатқан сияқты ма, Раяна, қалай ойлайсың? Жолбарыстар да қалмайды. Жігіттер, давайте, жолбарыстар! Амазонкалар алға! Жолбарыстар ұят болды, давайте! Амазонкалар алға! Жолбарыстар, намысты қолдан бермеңдер! Амазонкалар алға! Қане, бізде арқан тартыста жеңген амазонкалар! Бізде ойын осымен тоқтаған жоқ. Қазіргі бізде амазонкалар тобы жеңіске жетті. Қанекей, қол шапалақтап қоямық. Және де біздің ойынның ерекшелігі енді амазонкалар дәуге қарсы күресетін болады. Дайынсыңдар ма? Қалай ойлайсыңдар, балдар? Амазонкалар жеңе ма әлде күшті батыр жеңе ма? Амазонкалар! Батыр. Амазонкалар қалай ойлайсыңдар? Сендер жеңесіңдер ма әлде дәу жеңе ма? Біз өзімізге сенімдіміз. Жақсы, онда көрейік. Ал, дайынсыңдар ма? Кеттік, дәуді қарсы алайық. Ал, бастаймыз. Бір, екі, үш. Амазонкалар алға! Алға! Мәссаған. Амазонкалар, давайте. Амазонкалар алға! Амазонкалар алға! Амазонкалар жеңіске жетті. Ал енді былай жасайық. Амазонкалар, дәу мен жолбарыстар бірге болсын. Амазонкалар, қалай? Давайте, амазонкалар, сендерге Раянаны қосып берем. Раяна, давай, тұр. Дәу мен жолбарыстарға қарсы шығасыңдар. Ал, амазонкалар, дайынсыңдар ма? Жолбарыстар, дайынсыңдар ма? Кеттік! Қане, амазонкалар! Ал, амазонкалар жеңіске жетті! Қыздар, ойын қалай болды, ұнады ма? Ал, жігіттер, ойын қалай болды? Жаман. Неге? Неге әділетсіз? Себебі ана жақ тайғанамайды. Қалай тайғанамайды, екі жақ бірдей ғой? Жоқ. Сен қалай ойлайсың, ойын қалай болды? Әділсіз. Неге әділсіз? Тайғанамайды. Олар ана жаққа қой салады, олар. Су мергенінде де тайғанамайды. Біздің келесі қызықты ойынымыз аяқтағы тепе-теңдік. Мен мына ойынды ең сабырлы батыр деп атар едім. Неге? Өйткені сен арқаңмен жатып, тазикті көтересің. Ол тазиктің ішінде не бар? Оның ішінде су бар. Ал егер ол су төгіліп кетсе? Егер де аяғың жылжып кетсе, оның барлық суы төгіледі. Мінекей, бұл ойын балалардың шыдамдылығы мен аяқ бұлшық етінің мықтылығын талап ететін ойын екен ғой, иә? Я, қане, кімнің жегесі темір екен, көрейік. Кеттік!
Ал жолбарыстар, дайынсыңдар ма? Бастаңдар. Маған бүгінгі ойында ең қатты ұнаған ойыны осы тазиктегі тепе-теңдік ойыны. Раяна, саған ұнады ма ойын? Маған көбінесе маньяктан қашу деген ойыны ұнады. Ал онда біздің амазонкаларға ұнады ма екен, оны білейік. Сендерге тазиктағы тепе-теңдік ойыны ұнады ма? Иә, ұнады. Ал жолбарыстар тобы, сендерге тазиктегі тепе-теңдік ойыны ұнады ма? Өте күшті ұнады. Жақсы, балалар бүгінгі ойында өздерінің сабырлығын және ауызбіршілігін көрсете алды деп ойлаймын. Және де ойыннан кейін де балалардың бір-біріне деген сенімдері артты деп ойлаймын. Әрине, жеңімпаздарды марапаттайтын сәт келді. Раяна, сен қалай ойлайсың? Бізде кім жеңімпаз? Білмеймін, бірақ достық жеңді деп ойлаймын. Дұрыс айтасың. Біздің Батылбол ток-шоуымызда достық жеңді. Құрметті қатысушылар, сендер Батылбол шоуынан қандай әсер алдыңдар? Пікірлеріңді айта қойыңдар. Зибо, сен қай ойында ең күшті әсер алдың? Мен маньяк келді ғой, сол әсер алдым, сондан әсер алдым. Өткені мен өте қорықтым. Қазір ашпай қалсам не болады деп. Сосын ашпадым. Аз қалды кіруге, бірақ кілт аламадым. Но бірақ мен бұл ойындан зор әсер алдым, күшті әсер алдым. Главное не победа, а участие. Мен де маньяктан қашу ойыннан әсер алдым. Мен есікті аша алмадым, бірақ есікті ашуға тырыстым. Мен қатты дірілдеп есіктің кілтін аламадым. Сондықтан мен аша алмадым. Өзімнің батылдығымды жеңіп сол есікті ашу керек еді. Мен содан қатты әсер алдым. Маған бұл ойынның бәрі ұнады, өте күшті. Маған доптан қашқан батыр ойыны ұнады, өткені ол жерден бізде басымыздан доппен ұрады, бірақ ол кезден саған интуицияны талап етеді. Және одан көп адреналин алдым. Айбар, сен қай ойыннан қаттырақ әсер алдың? Мен маньяк қашу ойынынан қатты әсер алдым. Себебі ол ойында тез жүгіріп маньяктан қашып еркіндік өзіңді бостап есікті ашу керексің. Егер де сен де қорқып есікті аша алмай кіріп тұрсан, өзің тез асықсан, есікті аша алмай қорқып қаласың. Қыздар, сендер қай ойыннан қаттырақ әсер алдыңдар? Маған барлығын ойын ұнады, әсіресе арқан тартыс ойыны. Мен одан өз батылдығымды сынадым. Ең ұнаған ойын ол арқан тартыс. Себебі мен бұл ойында балдар жеңеді деп ойладым. Бірақ осы қыздар жеңгеніміз өзіміз таңғалдырды. Маған барлық ойындар ұнады. Нұрмұхамед, саған қай қаттырақ ойын ұнады? Маған тазик ойын мен маньяк ойыны қатты ұнады. Себебі мен тазик ойынында тепе-теңдікті сақтауды білдім, ал маньяк ойында сабырды түсін. Арман, сенше қай ойыннан қаттырақ әсер алдың? Маған көбінесе доптан қашқан батыр ойыны ұнады. Мен бұл жерде сәл мен басыма қатты тиіп қалама деп алаңдадым. Бұл ойын өте қызықты болды.
Ильяс, саған қай ойын қаттырақ ұнады? Маған арқан тартыс ұнады, өйткені біз бала жеңет деп ойлаған едім басында, бірақ білмеймін, бірақ қыздар жеңіп кетті. Достар, ұмытпаңдар. Батлбол шоуында жеңілгендер жоқ, тек тәжірибе жинағандар бар. Достар, келесі кездескенше сау болыңыздар. Біз сіздерді келесі ойында күтеміз.